О, сразу көрді ғой. Так, мен қырғыздарымды. Я, қыздар, қалайсыңдар? Жаңеге бір қыздар сұрақтар қояды да, бір жерден бірдеңені оқиды да, сосын маған қояды, қалай қарайсыз? Мына не деген сөз? Ол дұрыс па? Мына кітапты оқу дейін жатыр. Тастайын берсе болды енді. Все. Жүрсек жүре береміз. Бұл негізі білем ғой бұның барлығын. Білем болғанда, знаете, бұны мен ютубтан тыңдап біліп алдым. Бірақ кітаптан оқыған бөлек бұны. Біз барлығын білуіміз керек. Барлығын да білуіміз керек. Бұл деген кім? Садгуру. Білуіміз керек Садгуру. Садгуру йог екен, там қандай даже білмейді екен ол қандай не екен. Енді Индияда көп қой тараулар. Бірақ ол кісінің безграничный махаббат дейді ғой, сондай ұнайды, керемет енді осының. Ол өзі айтады, мен оқып үйренген жоқ, мен табиғатқа қарап, тапжылмай қарап отырып үйрендім дейді. Тапжылмай қарап отырып үйрендім дейді. Так, мен не айтқым келді? Жаңағы нені айтып жіберейін. Қосып жіберейін де. Бір пост маған жіберген. Ол постта денген мына коучтар, тренерлер көпшілігі, сәлем, Айна, қалайсың? Көпшілігі, ол Айна, сен жаңа алдында бір саған неттім ғой, сонда бір соны дұрыс жазып жіберейінші, сонда айтып жіберу керек. Пост жазуға реті келмей қалып жатыр. Так, жаңа нені айтып жіберейін, оны сіздер бәріне айту керек, негізі пост жазу керек шығар. Себебі қазір әркім әртүрлі сөйлейді. Былай қарасаң, біреу жаңа мүйізі қарағайдай ғалым, біреуді қарасаң, енді жасы 40-тан асқан, 50-ден асқан адамдар әйтеуір бір нәрсені біледі ғой деп, сол кісілердікі дұрыс шығар мүмкін мен қателесіп жүрген шығармын деген сияқты біртүрлі ойлар келіп қалуы мүмкін да адамға. Енді қараңыз, иә. Сол Айна, оны соны айтып жіберейінші, тура айтатынға ризамын. Мен сол тура айтып қалдым ғой. Содан маған не шықты? Бір қыз шықты. Қыз болғанда апай. Сол ол менімен сөйлестірген негізінде. Проблемный адамды менімен сөйлестірген. Мен оған барлығын айттым. Айна, сенің ситуацияңа ұқсайды. Ойланба, болды енді все. Ойланба сен оған, соған мен айтайын де, мүмкін соны жауап беру керек шығар саған. Ойланба, ойланатын ештеңе жоқ, все. Мүмкіндікті пайдалан. Аллах тағаладан жаңағы бонус алатын мүмкіндікті пайдалан. Балдарының болашағын, өзіңнің ертеңгі алдың болашағын, одан кейінгі артыңда қалатын ұрпаққа барлығына жазылады ғой. Қорқып кеттім. Конечно, енді басқа не қалды енді? Енді соны айтып берейін, Айна, енді прямой эфирді көрмегендер түсінбей қалмас үшін мен реалап айтып берейін. Айна негізі 2 қарт бағып отыр. Қарттар енді 80-нен кеткен. Негізінде Айна, енді мен соны чуть успокоить етейін, сенің жүрегіңді орнына түсірейін. Демек, мені көрдің ба? Аллах тағала қалай реттеп тұр. Қазір менің кішкентайым ұйықтады, кішкентайым ұйықтады. Сосын осы сәті келді, Айнаның эфирге келуге сәті түсті. Қыздар вообще секунду в секунду Аллах тағала барлығын реттейді. Сонда осыны айту керек деп мен ойлаған жоқпын, бірақ Айнаға до конца жаңағы қаттысын айттым да, әр жағын айтпадым, ол әр жағын жансы. Бірінші жағы жонып ағаштан бірдеңе жасаймыз, оны сүргілемесе әдемі болмайды ғой. Сүргілеп, сыртын сүргілеп, жылтыратып лақ жағылмай қалды да. Енді соған сәт түсіп тұр, Сонда жаңағы
рахмет. Білмеймін енді, сол Алладан сұрап жатырмын ғой, менің жолым қайсы, осы ма, басқа ма, не істейін енді әрі қарай, немен айналысайын деп Алладан сұрап жатырмын ғой. Сонда мысалға, сен бағып жатырсың, енді мен сені қазір кішкене ақтайын, мақтап жіберейін сені, кішкене қатты айттым. өткенде қарт бағып отырған адам, ол кәдімгідей, почему именно сен қарт бағып отырсың? Почему мысалы басқа қазір эфир қарайтын адамдар қарт бағып отыр? Ол Аллах тағала андай оңай жол беріп тұр да сіздерге. Ризалық алудың оңай жолын беріп тұр. Ол оңай. Алдыңа әкеліп қой екі қартты. Соны бақсаң, Аллах тағала саған сыйлықты береді. Сыйлықты береді. Біреулер табылмай жүр да, Аллах тағала маған бір көрсетші мүмкіндікті, мен халыққа жақсылық жасап, мен өзімнің кінәларымнан арылып, болмаса жаңағы отбасымның берекесіне мен не істейін, Аллах тағала айтшы, менде барлық мүмкіндік бар, маған қуат бер, мен не істейін, маған мақсатты көрсетші, мен тұрып алып тек шабайыншы деп. Сол сияқты үйде қарт бағып отырғызып қойды ма? Менде былтыр ма, алдыңғы жыл ма бір қызбен сөйлестім, Ақтау жақтың үйінде тоже қарттар бар да. Ол өте сондай бір сендер сияқты добрый адамға беріп қояды, сондай қарттарды. Негізі өте добрый, кәдімгі жақсы, мейірімді келіншек та. Бірақ ештеңе істей алмаймын. Мен ана қарттарды бағам, өмір сол қарттар сөйлейді, солар деген ұзақ шай ішеді, бүкіл уақытым соларға кетіп жатқандай болады. Балдар өсіп жатыр, күйеуім жұмыс істетпейді, үйде отырмын дейді да. Сонда біраз сөйлестік, екеуіме айтамын, ана Тарсынов деген тыңдашы десем ғой, мен қазақша түсінбеймін, сіз аударып беріңізші дейді. Сол енді Тарсыновты аударам деп жаңағы ойладым да, қазір бір түрлі білмеймін. Ол жағдайды почему-то осы күні ойлап қоямын. Тарсыновты мен бірақ өзінен не сұрадым, разрешение сұрадым, именно сіздің лекцияларыңызды аударып, Альбина сәлем, аударсам қалай болады дегенде, болады деді, ол можно деді. Енді соны Тарсыновты аударып, енді ол өте жақсы айтады ғой, действительно, ол кісінің діні білінбейді ешқандай, ол кәдімгі өзіміздің мұсылман сияқты сөйлеген. Енді жаңағы қарт бағып отырған келіншектер келейік, именно қарт бағып отырсыңдар ма келіншектер? Демек, бұл сіздерді кішкене андай мақтап жіберейін, бұл қалай қарт бағу, келді саған ескертіп қою керек дейді. Сол ғой, видиш, қарт бағу деген оңай емес. Сен өзіңді аяп кетпе только. Оңай емес, себебі дені сау қарттың өзі, 60-тан енді асып тұрғанның өзі, негізінде үлкен адамдар, олар уже үлкейіп бара жатқаннан кейін, егер дұрыс қартаймаса, тырнақшаның ішінде егер дұрыс қартаймаса, онда адамнан энергияны көп сорады олар. Дұрыс қартаймау деген не сөз? Ол Аллаға сыйынбайтын қарттар бар ғой. Аллаға сыйынбайтын қарттар Алладан қуат алу білмейтін болғаннан кейін айналадағы адамдардан алады. Сондықтан дұрыс қартаймай жатқан қарттармен отырсаңыз, егер кейбір темекі тартып арақ ішетіндеріне дейін бар, енді талай нетіп жатырмыз ғой, біліп жатырмыз ғой. Сол просто сөзбен сөйлеп ауызы жабылмайды, мына үйдің ішін ластап отыратын қарттар бар. Сондықтан ондай қарт бағып отырсаң, дұрыс қартаймаған қартты бағып отырсаң, Алламен байланысы жоқ, Аллаға жақындығы жоқ адаммен жаңағы бір үйде отырсаңыз, оңай бұл. Тек ішіңнен Аллах тағалаға осы адамның қазір ол әрбір айтып жатқан сөзіне жауап береді ғой. Осы адамға Аллах тағалам жүрегіне махаббат бере көрші, өзіңе деген махаббаттың бір грамм болса да бере көрші Аллах тағалам. Тек осы кісі жаңағы дұрыс кетсінші деп, сенің қарттарың жатқан жоқ қой, жүр ғой, мысалы үлкен ғой сенің, үлкен болғанда совсем төсек тартып жатқан жоқ қой, бір төсек тартып жатқан қарт бар, ата, бірақ оны әже бағып отыр. Үйде келін бар, тағы бір вариант. Шын өмірде бар, сөйлестім онымен. Сол, мен ана кімді де айтайын, атын айтпай қойын, жазып қоямын жерге. Тағы бір қарт бағып отқан. Содан жаңағы, енді ол келіншек до такой степени жанаяр, жаңағы шыбық дейсе шын кетер, болмаса тышқан бір жерін көріп жаралы болыпты деген сондай сияқты. Ол әмден жаңағы
шүкір саған сен жақсы 81-де қуатты, ол жақсы. Тек тілеші Алладан, Аллах тағалам тек ақ өліммен аппақ қылып, тек осылай аяқтай жүріп, өзің тап-таза қылып алып кетші Аллах тағалам алатын уақытында. Енді 90-ды алып кете ме, 100-де алып кете ме, 85-те, 87-де ме білмейсің ғой. Аз-ақ қана уақыты қалды ғой, сондықтан шаршама, иә? Тем более, видишь, бәрі жақсы. Сен жақсы не отырсың. Сен бұл кісілерге қызмет ету арқылы сен алдың тазалап жатырсың. Ертең бұл кісілердің батасы, сен ішіңнен оны шаршадым, сен олар да сезеді ғой. Любой адам біреуге масыл болғысы келмейді. Қай-қайсысы да біреуден жаңағыдай бір стақан су әкеліп берсе де, мә деп, тіпті су сұрап мазамды алды ғой деп берген, ондай суды ешкім ішкісі келмейді. Даже мысалы ер адам, біз кеше магазиндер әлі, айналадағы магазиндер онша емес, үлкен мега ашылмай жатыр. Сол шалбар іздедік, маған трико іздедік, әлі таба алмай жатыр. Жүгіруге мен триколарын лақтырып тастап едім ғой. Бер жібердім, біреуін лақтырып тастадым, біреуін бер жібердім. Енді сол бардық бір мезгілде сағат 6-ға дейін деп жазып қойған. Біз 5:30-да кірдік, мы уже закрываемся дейді да. Жаңа сіздер бір келіп көріп кеткенде неге алмадыңыздар дейді да. Енді сіз 6-ға дейін деп 6:30 деп қойғансыз ғой, біз деген енді келіп тұрық қой дегенде. Нет, 6:20-да жабамыз деп сөйтіп жатыр да. Кіріңізші онда, киіп алыңызшы деп ұрысып жатыр да. Жоқ деп шығып кетті. Мен әйелдермен сөйлесіп тұра алмаймын былай деп. Азамат шығып кетті. Жарайды деп мен де шықтым сыртынан. Ол шыққаннан кейін айтады да, бүйтіп ұрысып берген киімнің берекеті болмайды. Мен лучше бұның ішінен алмай-ақ қояйын деп алмай кетті да. Мен дұрыс айтасың, дұрыс, берекет болмайды. О, Гүлзат ханым, қалайсыз? Мен тем более 40 жыл мұғалім болған жақсы адамдар ғой. Ескерту айта берсін, өсесің. Мені өсіру үшін, айна былай деп ойла, мені өсіру үшін Аллах тағала осы кісілер арқылы айтып тұрды. Майрагүл, сенікі дұрыс емес деп, ақылы бар адамның айтатын қасымда адам жоқ. Мен шынымды айтсам, мен күйеуімнің ақылындай сіңіріп отырам. Ер азаматтар мықты, разумный ғой. Мен любой нәрсені күйеуімнен сұраймын. Любой нәрсемен ақылдасам, сіңіріп отырам кәдімгі. Анау көкірегіңді оятсаң, ешкімдікі дұрыс емес, өзім білемін деп кетесің да. Мен көкірегі кішкене биіктеу қыздармен де телефонда сөйлесемін ғой, телефонмен. Сонда сіздің айтасыңыздың бәрін білемін. Мен бәрін білемін дейді да. Қайсысын қолданып жатырсың деп сұрасам, ешбірін қолданбайды. Әгө жібермейді да, көрдің ба? Бәрін білем. Жоқ, мен бәрін білем. Сен осыны білесің ба десем, білмей қалады. Потому что көкірегі бар адамдардың ілмейтін білімі болады да. Білмеш? Сондықтан көкірек болмасын, айна көкірек оятпа. Саған жағы замечание айтып жатыр ма? Үлкен имеет право. И Аллах тағала маған айтып жатыр осы кісі арқылы деп. Ертең іздейсің сол кісінің замечаниесін. Өмірден өтіп кетсе. Менің аяғыма дуа салып қойдыңдар дейді. Мен де енем, сен бүйтіп жүріп көп сөйлейді, бар нәрсені қайталай берді, еще сендер мен аттаттарым неге аласыңдар. Сөйтеді, бір айтқан айта берді. Үлкен адам ғой, айта берсін, аласың. Сен ол кезде анау өзіңе қабылдап ауырмас үшін жаңағы сөздерді айта берсін, ішіңнен тілек тілейсің. Аллах тағалам, бұл адамның жүрегіне иман беру көр, өзіңе деген махаббат беру көр. Аллах тағалам, тек алдын жарық ете көр. Мысалы, мен жаңа бір айтып аттым ғой, жатыр бір ата жаңағы гноймен, қанмен шығып жатыр, уже кіші дәреті дейді да, уже бітіп жатыр дейді ана кісі. Соны кемпірі ауыстырып нетіп отыр, бірақ жаңа келін жеркеніп жұмыстан үйге барғысы келмейді да. Содан ол мнимая больная дейді ғой, жаңа тышқан бір жерін көріп жарға болып деп жалуется, біреуге жалуется. Видишь, ол әйелдің де кінәсі жоқ. Жалғыз етіп тұрған әйелдің де кінәсі жоқ. Бір жағынан неге ол кісі білім болмай тұр ода. Ол білмей тұр. Мына қарттарды бағып, алдыңа именно соның алдына қарт қойып қойды ма? Значит, соны бағып, сол қартты бағып, сол қарттарды бағып барып жақсылық алу керек екенін білмей тұр. Ол өзін әлсіретіп тұр. Қандай? Ана жиіркену арқылы негатив оны жиі береді. Ол бүкіл энергиясын негативке жіберіп тұр. Енді қара, егер ол білсе, осы қарттарды баққан сауап екенін білсе, ол осы қарттарға жақсылық тілесе, Алланың нұрын, жаңағы махаббатты тілесе, бұл кісіге келе беретінін білсе, ол үйтпес еді. Бұл өзі ауырып, қорқып, жаңағы типа страх деп нете берген ғой, өзін өзі тыға берген.
енді ол ей понравилось осылай, ой мен білмеймін, анадан да қорқамын, бүйтіп қалшылдаймын, ауырамын, ұйықтамаймын, түнімен ұйқы жоқ бірдеңе деп сөйтіп ана өзін нетіп алған ғой, өзін әлсіз, өтірік әлсіз нетіп, енді ол білмейді оны істеп жүргенін, өзіне зиян жасап жатыр. Енді ол бір сөз оны тоқтатты, бір сөз тоқтатты. Бір не бар екен, ерлі зайыпты бар екен, нетпейтін, бөпе көтере алмай жүрген ерлі зайыпты бар екен. Олар айтыпты, сол қарттарды біз бағайықшы, ана кісіге ауыр болып жүрсе, онда біз сол қарттарды бағып, сауап алып, бөпелі болайықшы деген кезде анау есін жиып алып тұр. Көрдіңіз бе? Ой, нет, мен бәрін түсінемін, бірдеңе. Анау өзгеріп сала берді, потому что көріп тұрсыз ба, үйге кіргісі келмейтін, үйде жаңағыдай сиіп отырған қарты бар, үйге кіргісі келмей тұрған әйел бүйтіп тұр да, потому что бала шағасы бар, күйеуі қасында. Ал енді жаңа несі, анау есікті ашып кіріп, ана қарттарға жақсылықты жасап, бөпелі болғысы келіп, сауабын алғысы келіп тұрған адам көрдің бе, түсініп тұр. Алла қинап қойғасын түсінді, жаңа екі жас бөпелер болмай тұр, сосын түсініп тұр. Қиналмағасын білмейді. Поэтому айна, сен бұлай, если жалуешься, значит, сен бақытты екеніңді біл. Значит, сенің жаның қиналып тұрған жоқ. Понимаешь? Так что служи, радуйся, служи. В общем, қызмет ет те қуан, бақыттысың. Сен тура айтқан дұрыс, мен сияқты. Кіріп аламыз. Сол ғой бәрімізде. Мен оны айтайын, мен өзім де сондай неге кіріп кетір жатып, мені бір сөз тоқтатты. Менің інім уже Алматыда тұрады, ол бір жазда келді. Что-то сен много жалуешься деді. Что-то сенің интонацияң маған ұнамай тұр. Қалай десем, деп шашайды екенсің дейді да. Шашап, мен енді екі баламен қатар еще енем бар да. Сөйтіп қарасам, жаңағы қасында отырған адамның энергиясына өте береді екен да, по-любому енді. Не жалуйся, им мне тоже тошно от этого деп. Не, деп ана кіріп кете жаздадым да. Нет, дедім, что не буду, ондай болмаймын. Жаңағыдай бұрынғы күйіме түсейінші деп Алладан тілеп, өз күйіме Аллаға шүкір түстім. Поэтому біз лишь бы меня не трогали деп, баланың өзі мысалы кейде жұмсайсың ғой. Назигүл ханым қалайсыз? Нетіп, бала, міне тема, Назигүл ханым нетіп отыр, қазір қарт бағып отыр. Назигүл ханым біз деген қарт бағу туралы нетіп жатыр, мысалы айтып жатыр. Егер былай кішкене не деп отырсаңыз, кіріңіз, сол тағы не, енді жаңа сіздерді мақтайын дегенім, қарт бағу оңай емес, потому что үлкен адамдар энергияны действительно сорады. Жарайды, хорошо, понятно. Үлкен адамдар энергияны сорады. Қандай адамдар? Жаңағыдай да, тағы да қайталаймын, что сендер түсініңдер, ол адам жаман адам емес, олар білімсіздік жасап тұр да, олар Аллаға сыйынбай тұр. Менің папамның өзі осы ораза сайын ауырады, мен байқаймын, ораза сайын ауырады. Менің папам оның алдында бала кезімнен көргенде, папам деген жаңағы жетінің аят оқыған көрген жоқ, мамам оқыды. Кейін 2006-да оның мамасы қайтқаннан кейін барып ол аят оқып үйренді. Сонда ол папа деймін да, таспиқ тарт дедім, таспиғын тарт нетті, енді кәдімгідей бүйтіп отырып алып Аллаға сыйынбайды да. Отырып алып, бұрынғының адамдары ғой, отырып алып Аллаға сыйынбайды. Менде де бір өзі үш қыз, біреудің қыздары арабша кәдімгі оқып үйреніп, намаздарын оқып, бірақ папаларынан тығаттар, что папалары бұрынғының адамдарда. Енді оларды біз даттай алмаймыз, соттай алмаймыз. Ал жаңағы қарттар, біздің папаларымыз 60-тың ар жақ бер жағында, ана қарттар 80-де. Сондықтан біз оларға ештеңе де алмаймыз. Біз оларды түсінуге тырысуымыз керек. Айзат, сәлем, қалайсың? Қалай? Сол түсінуге тырысуымыз керек. Олар білмей тұр, қуатты Алладан алу керек екен, білмей тұр. Сондықтан сіз білесіз, қуатты Алладан аламыз, Аллаға сыйынамыз. Өзің ішің тырмалап таппай кетесің ғой, сол кезде тек сәждеге жығыла қойыңдар. Сосын тек білгендеріңді оқып, Алладан тілеп, сұрап, Алла қуат бер деп тілей беріңдер. Бүкіл энергия келеді. Әжеге келеді, алып келдім, таспиқты бізге қолданбайды. Видишь, қолданбайды. Біз ол үшін нетуіміз керек, өзіміз сондай адамға айналуымыз керек. Сонда нетеді. Мысалға, сіздер неге мені тыңдайсыздар? Неге мені тыңдайсыздар?
себебі сіз менен жаңағы бір сабырлықты, бір имандылықты бір нәрсені көресіз да, сосын тыңдайсыз. Егер мен сабырлық, имандылық туралы айтып, бірақ өзім оны қолданбасам, онда сіз мен тартпайды, оны сіз тартпайды. Сондықтан сіз өздеріңіз жаңағы толық махаббатты, алланың махаббатын сезініп кетіңдер. Сонда ғана ол кісілер жаңағы нетеді, рахметін айтып кәдімгідей өзгереді. Жаңағы надо быть примером дейді ғой, жаңағы өзіміз көрсетуіміз керек. Енді так, жаңағы кімді айтып жіберейін, атын айтпай ақ қояйын. Бір келіншекпен сөйлестік былтыр көктемде сөйлестік, иә, бір жылдан астам уақыт, бір жыл жарым болды, иә. Сонымен сөйлескен кезде оның енесі өте адуын болған. Мына келінді не имеешь права, мына үй деген үйде олар тұрады, бірақ бұл үй ертең мен өлгенде типа не істейді, мен өлгенде туралы мен мақта тікемін, иә, тікелегім сондай, ұнамай отырған жерде мен күле алмаймын, осылай безерейіп отырамын. Мен өте суық адаммын негізінде, суықпын негізі. Мен өтірік мен лукавить не умеет дейді ғой, сондай мен өтірік нете алмаймын. Кешіремін, сабырлық жасаймын, иә, сабырлық жасаймын, кешіремін, бірақ нете алмаймын. Өтірік айтылып жүрген, өсек айтып жатқан жерде отыра алмаймын. Или айтып тастаймын, или тұрып кетіп қаламын. Сол енді соған үйрену керек па деп ойлаймын. Білмеймін, мен жасым 50-ге келсін үйренем шығар, әлі үйрене алмай жатырмын. Сол әлде сол дұрыс па білмеймін, біз білмейміз ештеңені. Сол ғой, отыра алмаймыз. Енді білмеймін, дұрыс шығар сол. Негізінде айтады ғой, успешный адамдар айтады, өтірік негатив жүріп жатқан жерде отырмаңдар, тұрып кетіп қалыңдар. Ол вообще барлығынан жамандыққа керек емес. Шын былай қарасаң, сен балшыққа аяғын салмайсың ғой, бірақ кейбір адам жақтыртпайды, иә. Сол енді мен жұмысқа барғым келмей жүр ғой, жұмысқа қосылуым керек, мен барғым келмей жүр, даже мен бармауым мүмкін, потому что мен жаным бармаймын десе рахаттанамын да. Әрі жұмысқа қосылу керек десе, нет деп басталады, вообще мені дуылдайды бүйтіп, анау зорлап бүйтіп неге ыстық пешке басымды тығайын деп жатқандай біреу. Енді мен жаңағы айтып жіберейін, жаңағы адуын ене мына бір бөлме, бір үй ғой, 2 бөлмелі ме, 3 бөлмелі үйді ертең бұл үй сендердікі емес, бұл үй жаңағы ана баламдікі деп тұрғызады екен да мына үйге. Содан как бір бедный родственник сияқты бір жаңағыдай чемоданное настроение дейді ғой, енді қазақшаны білмеймін қалай, мен түйенің үстіне сирақ өткенге келмейді. Чемоданное настроениемен өмір сүріп жатыр да бұлар. Бұл келін бұл үйдің ешбір 1 миллиметрінде өзімнің үйім деп санамайды. Сол анау адуын ене қатты айқайлап нетіп, енді ол кейін екеуміз сөйлескенде ол неге ене анадай болған себебі, ол 2-3 баламен жесір қалып қойғанда, сол балдар жеткізген ғой, үй алып берген, тәрбиелеген. Сосын анау ер адамның несі көбейіп кеткен ғой, характері көбейіп кеткен. Содан жаңағы ене инсульт алған жатыр. Сосын енді бұл енені, бұл келінді ене өмір бойы жамандап келді ғой, 20 жыл бойы жамандап келді мына келінді. Сосын бүкіл елдің барлығы бұл келінді жаман деп ойлайды. Сосын мынау инсульт алып жатып қалған кезде, мына келін, жаман келінге, типа тырнақшаның ішінде жаман келінге, мынау айтып тастаған жаман келінге доверять етпей келіп қызы баққан. Бірінші қызы баққан, сол қызы шешесімен төбелесіп, инсульт алып жатқан адаммен төбелесіп, ана мінезін көтере алмай кетші деп тастап кетіп қалған 3 күннен кейін. Содан бір мезгілде бұл бағып жатқан үндемей, бір мезгілде жаңағы құлап жатқан ененің апасымен жездесі келген. Жездесі, ана жатқан адамның жездесі сол күні кетіп қалған. Қонбастан көтере алмай ана адамның энергетикасын. Апасы 3 күн өткенде бата беріп кетіпті мына келіншекке. Саған ризамын, сен молодец, және деп. Саған бас иемін деп, осындай адаммен сыйып отыр екенсің. Сонда көрдің бе, Аллах Тағала осындай жасқа келгенде бұл келіншекке нетіп тұр, добро беріп тұр да. Көрдің бе, қартты құлатып тастады да, добро беріп. Мен енді қалай былай Ясин сүресін қосып көріп едім, жаман бақырады дейді, білдірмей жайлап қос деймін ғой. Сонда жайлап біреулер жаңа апаларыма біреулер сұратқан ғой емшілерден, Аллаға сыйынбаса, қырсығып жатыр ғой, Аллаға сыйынбаса
жеңілдік болмайды деп айтты деп. Енді өткенде бір сұрап едім, жақсы жатыр дейді. 6 ай өмірі, егер аллаға сыйынса 6 ай өмірінен ары қарай 6 айдан кейін өмірі созылады деп айтқан. Демек жаңағы келіншектің жүрегіндегі иманына, шыдамдылығына, махаббатына байланысты жаңағы енесі ары қарай өмір сүріп жатыр инсультпен. Анау елдің бәрін жамандап тастаған сол ел келіп бұны бағуға келген ғой. Сонда бұлар шыдамай кетіп қалғанда келін бағып отыр, көрдіңіз ба? Сондықтан кім қарт бағып отыр, сол үлкен сыйлыққа не боласыздар. Бұлданбай, ренжімей, алланың разылығы үшін бағайық, иә. Бұлдансақ, ренжісек, бостан босқа біздің энергиямыз шашылады, біз өзімізге қарғыс жазамыз да. Лучше Аллах тағала беріп қойды ма, сондай неге жағдайға түсірді ма, демек сол жағдайдан сен өтіп шығуың керек. Содан кейін осы континің соңғы жағында бір келіншек хабарласты. Вы не представляете дейді да, мен бір өзі енемнің үйінде тұрып жатырмыз. Біз сол ененің үйіне тұруға мәжбүр болып қалдық каким-то образом дейді. Видимо, екі күйеуі де өзі де табыссыз қалған, мына ененің үйіне келіп тұрып жатыр. Енесі дастарханды қазанды билетпейді екен. Вообще билетпейді екен. Еще соның ақшасына қарап қалып отыр. Енді ана енесі шашы қысқа қиылған, ол кісінің шашы тамақта жүреді дейді. Тамақты өзі пісіреді, маған, мен вообще кухняға жақындатпайды. Шыда, енді қайтесің, Аллах тағала саған беріп қойды. Мен оның барлығын түсініп тұрмын дейді. Бір сөзді айтты, ұмытып қалдым. Оқ сіздің осы сөзіңіз керек болып тұр. Мен барлығын түсініп тұрмын, бірақ бір сізден бір не күттім дейді. Бір сөз айтады осы кісі бір маған деп. Қай сөз еді, ұмытып қалдым, не деп айтып еді. Қалмау. Әркімнің энергиясына байланысты келеді ғой сөздер. Қарт өлген қазансы бар дейді. Қазақ босқа айтпайды. Сосын жаңағы әке шешең не дейді, жынды болса байлап бақ деген бар ғой. Бірақ дистанция ұстау керек. Қартпен дистанция ұстау керек. Мысалы, қартта мына кісімен сен шай ішесің, қандай еще орамалмен тап болды ойыншық. Сол мысалы қартпен шай ішесің, бұл келіп жатыр, айтып жатыр, ана телевизордегі инвалид балдар туралы айтып жатыр. Бір жерде бірдеңе жарылыпты, біреу өліп қалыпты, анау оңбағаннан біреу айырылып жатыр, анау бірдеңе біреуден амандап үйреніп қалған ауыз айтып жатыр. Сен бұның бәрін тыңда, сен ішінде мен жаңағыдай керемет, сүйкімді, табысты әйел болғым келеді дейсің, анау құлағыңа кіріп жатыр ана дауыстар. Сен жаңағыдай күшті бала тәрбиелегің келеді, сенің ойыңа байланысты. Мынау әлі сыбырлап жатыр, құлағыңа айтып естіліп жатыр, құлағыңа давит етіп жатыр. Не істейсің сен? Сен деп жатсаң, ауру боласың. Лучше бұл сөйлеп жатыр, өзімен өзі сөйлеп жатыр. Бұл өзінің әлемі, айтасың, ішіңе айтасың. Бұл кісінің әлемі, өзінің әлемі бар, мен өзімнің әлемім бар. Бұл адам сөйлей берсін, енді бұл кісі білместіктен сөйлеп жатыр. Ақтап нетеміз, бұл кісі білместіктен сөйлеп жатыр. Аллах тағала бұл кісінің жүрегіне иман беру керек. Кукланы жан бітеді, негізі болмайды дейді ғой, иә. Жан бітіп кетер. Өйтіп болмайды дейді. Кукла туралы бір айтамын деймін де, ұмытып кете беремін сіздерге. Жан бітіп кеткен кукла туралы. Солай ғой енді. Басымнан өткесін айтып жатырмын. Қалай точно айтып отырсың? Басымнан өткесін айтып жатырмын ғой. Мен басымнан өткесін қайдан білемін оны? Енді бұрынғының үлкендері барлығы сондай да. Жақсы сөз жарымырыс дегенді білмейді. Сонда десең сен ауыра бересің. Мен шықтым ғой сол ситуациядан. Айтайын енді қалай шыққан деймін да. Солай отырасың, айтып отырады. Бір айтасың. Шай құйып жатыр. Сол ғой, сол айтты, соны айтайын деп отырмын да. Сөйтіп отырады, иә. Қыздарда туған шешең, туған папаң айтып жатады. Оларға айтып тастайсың да тіке. Мама қойшы, соны айтсаң сол болады саған. Не керек па сол саған? Неге біреудің қызын айтып отырсың? Ертең бір қызың сондай болып қалса, қызыңның қызы сондай болып қалса, саған керек па? Деп мамаң айтып тастайсың да. Мама қойшы, қаяқтағаны жоқ айтпайды. Дастарханның басында дұрыстап отырайық, жаңа японецтер тек қана табиғатты айтады дейді ғой. Ойлайтын едім, қашан бітеді, қашан Япония боламыз деп. Сол мамаң болса айтып тастайсың, иә? Ал енең болса айтып тастай алмайсың, бірақ жайлап айту керек, махаббатпен айту керек. Бір айтып жатыр ма, бұндайды айтуға болмайды деп айтып, сен бек болып кетесің, онда сосын көкірегі оянып кетеді. Бұндайды айту болмайды дейді ғой негізінде. Сол жаңағыдай Құранда айтатын көрінеді ғой.
біреудің жамандығын айтсаң, сол адамның бүкіл күнәсін мойныңа құйып, өзіңнің сауабын сол кісіге жібересің дейді ғой деп. Рахила апа сәлем берді, қалайсыз, қалыңыз қалай? Сөйтіп бір айтасың, дейді да, бірақ құлағы естіді ғой оның. Құлағы естіген миға барды. Дей берсін. Мына жаққа барып, біреуге барып айтуы мүмкін. Құрсын келін қуат сөйтіп айтты деп, өзінше жаңағы вахабит та бірдеңе деуі мүмкін да, телефонмен айта берсін. Зато видишь, оның миына айтып жатыр да, миы алды информацияны. Кез келген адамның жаны бар. Кез келген адамның айтады ғой, ар ожданы бар, ол өзінің несімен сөйлеседі. Ол ұйықтағанда отчет болады, по-любому. Это заложено бізде, жатарда отчет ойланамыз. Неге? Себебі ертең оянамыз ба, оянбаймыз ба, біз білмейміз. Біз оны ертең оянам, тот ішінде біліп тұрамыз, ойлап тұрамыз, бірақ жанымыз біледі да, сондықтан жатарда жанымыз бүйтіп аласұрады. Ондай адамдар ұйықтай алмайтын болады. Сосын жаңағыдай айтып жатыр, деп айтып жатыр. Бір нәрсе былай қылыңдар. Мынадай метод бар ғой, спираль, жер айналып тұрады, спиральда. Былай айналып жайлап, бір айналғанда басыңыз айналып кетеді. Вестибулярный аппарат нашар болса, 2 айналып, 3 айналып. Бұл нәрсе біздің аурамыз бар ғой, соның аура оболочка, сол оболочка қатайып нетеді. Оболочка бізді нетеді, қорғайтын аура бар ғой, сол күшейеді. Жайлап, қатты айналмаңдар, жайлап, осы қоясыңдар. Бір айналып, басың айналмайды, бір келді, айналған жоқ. 2 айналып, 3 айналып, 21-ге дейін. Жайлап, бір күнде 2 айналасың, бір күнде 3 айналасың, бір күнде 5, сөйтіп айналдыра бересің. Сонда мысленно ойлайсың да, Алланың нұры құйылып жатыр, менің оболочкам қатайып жатыр деп, кәдімгідей өзіңді мындай ешқандай энергия мықты болады, эмоцияны өзім ұстай алатындай боламын. Сондай упражнение жасау керек. Сосын кәдімгідей мына сәждеге маңдайын тигізесің ғой, сонда бұтақан қарашы кім екен. Сәждеге маңдайын тигізгенде, былай қарасаң, намаздан артық ешқандай қорған, намаз бізге қорған болады, намаз бізге берекет береді. Тасқыздар. Не дейді? Қалың ба? Ұшы жұқарып тұр, кішкене ұшы жұқарады ғой, ұшы жұқарады. Әсер етеді ғой. Карантинде далаға көп шыққан жоқпыз ғой. Содан кішкене түсті. Өседі ғой, мына жағы қалың, бірақ мына жерде міне қысқа шаштар өсіп жатыр да. Қайда? Міне қысқа шаштар. Өскендер түскеннің орнына қиып тастағым келеді, каре етіп. Шашты қимаңдар. Шашты қимаңдар. Шаш бар ғой. Шашта күш бар. Ұшын қиып тұр. Айтуғанда қи, ұшын нетеді. Қатты каре алып қиып тастама анау деген. Бұрын деген қазақта сақалын қидырып тастаған ғой, тек сақалымды қима, сақалымды алма дейтін ғой. Жаугершілік заманда позор қылу үшін сақалын қиып кететін адамның. Сақалда, шашта құрамында су бар ғой. Су, иә? Шашты успокоить етеді. Сені тыңдасам успокоить етеді. Көбісі жаңағы неге жазады ғой, жекеге жазады. Бір ауыз сөз, кейде шаршап тұрған жауап бере алмаймын, кейде қарасам бір ауыз сөз жауап берсем, мысалы, рахмет, көтеріліп қалдым, рахаттанып қалдым деп. Білмеймін енді, Аллах тағала солай. Адамдарға болсын десең солай нететін шығар енді. Мен наоборот, адамға сөйлемесем шаршап қаламын. Адаммен сөйлеспесем шаршап қаламын. Сөйлей бастаймын да, бүйтіп. Маған адамдар керек айналама. Бірақ бала кезімде көпшіліктен қашатын едім, өзіммен өзім талдың төбесіне мініп аламын, сарайдың төбесіне мініп аламын. Болмаса үйде қыс болса, үйде шифонердің ішіне кіріп аламын, шифонердің ішінде бір шетіл фантазия жататын едім. Күшті шифонер таза киімнен иісі шығып тұрады. Қазір үлкейгесін өскеннен кейін нелермен
адаммен сөйлескім келеді. Сол енді энергияны толықтырыңыз, жаңағы адам өзгеретініне сеніңіз. Және сіз установка бар да, мына үлкен кісі, мына біз не ойлаймыз солай болады. Басында сен мындай құлшынып келін болып түскенде кірісесің, үйде де жуып тастайсың, ауланың алдына су шашып сыпырасың, мысалы жер үйде тұрсаң, ана енеңе тәтті қылып шай бересің, тәтті неше түрлі тамағыңды деп жаңағы неге ете бастаймыз. Мақтамайды да ене мақтамағасын, иә, ене мақтамағасын, істеген мынадай сөзі де жаман, өзі де жаман. Неге мақтамайды? Потому что мақтау өткенде. Енді ал мысалға Альбинаға, Айнаға, тағы кім бар, Айгүлге, Майрагүлге, әр келінге үйдің алдында алтыннан ескерткіш салсын да, мысалға біздің скульптурасымызбен бүйтіп жаңағыдай қолымызда бауырсақ, пісірілген бауырсақ ұстаған Майрагүл тұра ма, қолында несі құманы бар Альбина, бүйтіп соғып тұрған Айнаның сондай бір алтын, сонда біздің неміз тұруымыз керек па? Жаңағы есіктің алдында ескерткіш тұру керек па? Әр үйдің алдында келіннің ескерткіш тұру керек па? Сонда біз үшін солай ғой енді. Даже солай ескерткіш салып қойса да уже сен айтамын сәждеге тигізіп дегенде энергия жинақтау ол енді. Өзіме ол оңай болғасын, мен сіздерге қазір қатты күйзелісте жүрмін, денсаулығыма байланысты қандай информация айта аласыз? Анықтау керек ол именно неден түсіп тұр, күйзеліс қандай жағдайға байланысты күйзеліске түсіп тұрғанын білу керек. Ой ғой, бір ой. Сол ой денсаулықты құртады. Сол ой, қай ой сені құртып тұрған? Сол ойдың орнына нетеді? Мен сөйлеспей біле алмаймын, мен бірақ сені қазір қателесе алмаймын. Астағфируллах деген хорошо действует. Алла кешіре гөр деген негізінде. Кешірім сұрап Алладан истихфар деймін. Мен жаңа осы туралы қатты айтқым келіп отыр. Негізі кірген себебім жаңа сәждені айтып жіберейін енді. Сол сәждеге намаз оқымасаң да, қыздар, намаз оқымасаң да, мен намаз оқымаймын, мен Алланың алдында отыруға ешқандай жаңағы не емеспін, достойный емеспін, лайық емеспін, мен әлі мүмкін дәретті дұрыс алмаймын шығар, бірдеңе деп, иә, сонан үйтпеңдер. Просто қалай білесің солай жолында, иә, қалай білесің солай дәрет ал да, сәждеге жатып ал да, намаз оқып білмесең, дым білмесең, сәждеге бүйтіп жатып ал да, Алла тағалам, жаңағы өзің айтыңдар, не айтасың, кімге ренжіп тұрсың, кімге бір мамасына бір бала арыз айтады, ол кәдімгідей от души, солай арыз айтып, сол енді бірақ былай деп сұрады, Аллах тағала маған қуат бере гөр, маған күш бере гөр, маған жаңағы ақ жолды, тіке жолды көрсете гөр деп айта беріңдер. Оны өзімен өзі идея жүктеп келеді. Алла разы болсын, келгенде канал маған жақсы көреді, сонда осыны естіп келіп тұрады. Сол көп салмай қалдым, сонда сізге қарап, көңілім күшті болып отыр. Ей жаным, я вас тоже люблю, обожаю жандар. Бір-бірімізге Аллах тағала өйстіп нетіп қойған ғой. Негізі телеграмға көп салмай қалдым да, салу керек енді. Мен өткенде ненің уақытында білгірсімей ақ қояйыншы дедім. Аллах тағала аса мықты, мен мына қышып отыр, аса жаңағы қадірлі, аса құрметті, аса білгіш, аса мықты Аллах тағала үйге адамдар тығып қойды ма, өздерің болыңдар деп, мен Аллаға қарсы шықпай ақ қояйын, мен де білгірсіп бірдеңе айтпай ақ қояйын, карантинде отырма, тығылып отырсын, мен де тығылып отырайын, мен де өзіммен өзім жұмыс істеймін. Тоқта дегенде не істейміз? Тоқтап қалған не істейміз? Жүрегіміздің қақысын естуіміз керек. Байқадыңдар ма? Ауыл тыныш қой. Қалада біз деген азанның дауысы қаттырақ естілді, құстардың дауысы қатты естіліп кетті, машиналардың дауысы тынып қалған кезде, ана биыл мен өмір осы қалада неше жыл болды, 20 жылдан асты ма, қалада жүрген, көктемде бір далаға шығып көктемнің иісін сезгім келеді, реті келмей қалады, то машинаның реті келмейді, то бала шаға деп жүреміз да. Сөйткенде биыл қаланың ішіне көктемнің иісі шықты ғой, потому что машина жүрген жоқ қой. Көрдіңіз ба? Ол сол уақытта білгірсімей ақ қояйын деп мен телеграмға да ештеңе салған жоқ, телеграм группада жаңағыдай дамып өздері айтып шығып кеткен қыздар болды. Мен қазір өзіммен өзім уже тойды, Гүлфайруз ханым, Кенжегүл, тойған қыздар өздері айтты, тойдық, уже әрі қарай өзіміз жұмыс істейміз деп, ол түсінген адамдар 1 жылдан астам отырды ғой енді. Ал кімге керек отыр? Енді мен оларға ненің уақытында білгірсімей ақ қояйын дедім. Енді қайтадан кірісіп жатырмын деймін, білгірсуге деп. Енді себебі сұрақтарға байланысты жауап бергім келеді да. Сол енді бізде қазір қайтадан карантин болуы мүмкін деген әңгіме болып жатыр, сондықтан біз дайындалуымыз керек. Болмай қалса тіпті жақсы,
болса біз өзіміздің мен енді осы қазір адам деген жыл сайын өседі ғой. Мысалға мен былтыр қазір жасағым келіп отқан нәрсені жасағым келгенде маған айтты да, айтты дегенде жаңағы ойбай арқасы бар аруақ демеймін де, любой адамға аллах тағала айтады ғой. Сонда былай деп айтылды да, әке шеше ата бабаны жаңағы білмеген сыйламаған оларға байланысы жоқ адамда ештеңе болмайды деп. Енді бір жапырақ бұтақсыз діңсіз тамырсыз жапырақ емес қой. Сол родологияны өткіздік, иә. Одан кейін енді жаңағы менің айтайын дегенім, әйел өзін көтеріп мақсатын қойып бүйтіп нету керек сөйту керек, денесін бүйту керек, жаңағы мен өзіме көмектескен нәрселер деп айтқым келсе, алып келді тағы ерте тұру туралы айтқымыз келсе, мақсаты жоқ адам ерте тұра ма деген не айтылды да. Сосын мақсат қоюды жасадық, иә, оның бәрін жасадық. Енді мен бүгін жүгірген жоқпын, иә. Неге? Себебі кеше жүгірдік. Біз карантинде көп отырдық, одан кейін оразада да көп қозғалған жоқпыз. Организмді қорқытып алмауымыз керек, а то деген организм қорқып кетеді. Тұрдым алтыда шығайын деп ойладым да, біртүрлі денем тартпады, аяғым тартпады, сосын шықпай қалдым. Аяғым тартпағаннан кейін бүгін күндіз осы уақытқа, мен мына эфирге шығып отырған уақытқа йога жасап көрсеткім келді, бірақ мына миымда көп сұраққа жауаптар көбейіп кетті, себебі түскен хаттарға байланысты. Енді мен неткім келеді, басты қойып сосын не айту керек жалғастырып жүрмін. Жандарым ау, мен өзім сіздер өздеріңіз білесіздер ғой деп айтпай отырмын, айтайын ба онда? Былай деп айтамыз қыздар, аллах тағаладан не сұраймыз? Кішкене қысқаша айттым ғой. Мен өзім жаңағыдай қарапайым нәрсені не керек, бәрі біледі ғой деп ойлап қалды екенмін. Енді ол ішімнен айтқан сөздерде, жаным айналғанда шыққан сөздер ғой. Айтайын онда, жарайды. Сәждеге маңдайымызды тигізгенде бірінші алладан қуат сұраймыз. Иә? Неге біздің нервіміз енемізге, күйеуімізге, баламызға неге жетпейді? Потому что бізге күш жетпейді. Күш неге жетпейді? Күш қайдан келеді деген сұрақ аламыз. Күш Аллахтан келеді. Алладан келеді. Біз мысалға лампочканы өзі жанбайды, біз розеткеге тығамыз ғой, иә. Өткенде де бір мысал келтірдім. Лампочканы розеткеге тығамыз, иә. Енді қараңыз, лампочкасыз розетканың екі вилкасы папа мен мама. Ал анау қуат келетін нәрсе Аллах. Көрдіңіз ба? Электростанция, электростанцияның өзі де Алланың анау табиғатынан, болмаса су электростанция, атом электростанция деп келіп тұр ғой. Сол Алланың қуатын біз екі тоқ арқылы аламыз. Лампочка екі тоқ қайсы? Біреу папа, біреу мама. Мама мен папаны, ата енені уважать ету арқылы, оларды сыйлау, құрметтеу арқылы бізге қуат келеді. Бізге әке шеше, ата енені құрметтеу, сыйлау арқылы, қандай болса да, ит болсын, құс болсын, қандай болсын, қандай болса да, жынды болса да, алқаш болса да, боқтап сөйлейтін болса да, мяулайтын болса да, қандай болса да, бізге өмір әкелген, біздің күйеуімізге өмір әкелген, және біздің немерелеріміздің туылғанда, немере деп мен жаңағы туылған балдарымыздың қанында әке шеше, ата ененің қаны бар. Біз соларға сыйластық жасамасақ, мына балдар бізді сыйламайды. Кәдімгі ответ береді ғой Аллах тағала. Десең мә деген ответті аламыз ғой өмірде. Сол кәдімгі есеп қой. Бір қосылған екі, мысалы тең болады 3 деген сияқты. Бұл есеп кәдімгідей. Ал енді сәждеге неткенде не айтамыз? Сәждеге басымызды иген кезде Алладан қуат сұраймыз. Ла қаула ва ла қуата илля биллах деп айтады. Алланың қуатынсыз қуат жоқ. Аллах тағала маған күш қуат беру керек. Менің жүрегімде өзіңе деген махаббат, біздің жүрегімізде Аллаға деген махаббат толып кетсе, бізге ескерткіш керек емес. Есіктің алдында алтын келін деген ескерткіш керек емес. Біздің енеміздің мақтауы керек емес. Біз Алланың разылығы үшін енемізге қанша служить етсек те шаршамайтын боламыз. Бізге егер жүрегімізге Аллах тағала Аллаға деген, өзіне деген махаббатты беріп қойса, біз папа мамаға ренжімейміз. Мамам баяғыда маған андай киім алып берген жоқ, папам маған көкем әкем деген жоқ, тағы бірдеңе мен оқытқан жоқ, мен тоқытқан жоқ, ондай претензия айтпайтын боламыз. Олардың бар екеніне, оларды бізге өмір бергеніне рахмет айтамыз да, қалған ешқандай претензия болмайды. Наоборот, олардың көрмегенін көрсінші деп, мен болмаса олар кішкене не то болса, именно не то болған тырнақшаның ішінде кішкене жаңағы иман әлсіздеу, Алладан алыстау болса, онда біз примерін показываем. Олар бәрібір де сезеді, жан бәрін біледі. Сондықтан сәждеге бас дегенде бірінші Алладан қуат сұраймыз. Одан кейін Аллах тағаладан
білген құрандарыңды оқисыздар, сүрелерді оқисыздар. Алла тағала өз жұртымыз, қайын жұртымыз, нағашы жұртымыздың біліп білмей жасаған күнә қателіктерін Алла тағала кешіре көр деп Аллаға тапсырамыз. Кешіре көр, мен арқылы мен соны көтеремін демейміз. Соларды айтып, напоминай, мен Аллаға тапсырамыз, осыларды кешіре көрші Алла тағала. Мен соны тілеп жатырмын. Мұсылман не дейді? Көп ұрпақ болу керек. Не үшін? Артынан дұға қылатын дейді. Сондықтан артынан дұға қылатын ұрпақтың бірі сен болғаннан кейін солардың өз жұртым, қайын жұртым, нағашы жұртым үшін жаңағы кешірім сұраймыз, иә, Алладан. Аллаға тапсырамыз. Алла тағала бір өзіңе тапсырдым. Жаңағы о дүниеліктердің, даже күллі мұсылмандардың күнә қателіктерін кешіре көр деп, иә. Ең бастысы жүрекке Алладан, Алладан жүрекке Аллаға деген махаббат, өзіңе деген махаббат бере көрші десең, онда артық ештеңе керек емес. Сол Аллаға деген махаббат жүрекке кірген уақытта бәрін түсіне қоясың. Духовная жизнь көріне бастайды да. Сен бұрын біреу саған біреу туралы айтпаса, ол туралы білмейсің. Сен ол туралы бүйтіп жаңағы автобиографиясын оқымасаң, білмейсің. Ол сен оның үйіне барып 15 күн тұрмаса, оның кім екенін білмейсің. Ал когда жүрекке иман құйылған кезде, сен оны сөйлеспей ақ дауысын естігенде қандай адам екенін, духовный қандай адам екенін біле қоясың. Аллах тағала басқа әлемді саған ашады. Жүрекпен сезетін, жүрегіңге Аллаға деген махаббат құйылғанда, бұтқан емес жай. Сонда бізге духовный әлем ашылады. Енді мен жаңа осы не келіп тұр да тағы да айтамын, бір мына Аллах туралы деген маған бір қыз пост салып жіберген, мынаны оқыңызшы, мынау не нәрсе, дұрыс па дұрыс емес па. Онда постта бірнеше мың көп подписчиктер бар да, бірақ почему-то жаңағы нелердің посттардың астында 25, 100-ге жетпейді. Лайк аз, комментарий жоқ. Значит, оны сатып алынған парақша ғой, өзі көп несі аз екен, посттары да аз екен. И сонда бүйтіп жазыпты да, тренерлер мен коучтар Аллаға, мұсылмандық туралы, ислам діні туралы айтуды көбейтіп кеткен. Ол дұрыс емес, оны арнайы орындарда, арнайы органдарда өздері жаңағыдай сауаты бар адамдар айту керек дейді. Мен көбіне айтамын сіздерге, мен сауатым жоқ болғаннан кейін, мен осындай сүренің осындай аятында айтылған, осындай хадистің, осындай жаңағы имам әл-Бухари біреу айтқан, жаңағы тағы біреу айтқан деп айтпаймын. Себебі ол білім менде жоқ. Білімі бар адамдар айта берсін. Бірақ мен егер де сіздерге бір Алла ғана береді деп, егер мен өзім соны түсініп сіздерге айтпасам, сонда қалай сонда мен? Сонда әрбір адам бір арнайы орындарға бару керек па? Мысалға, енді ана кісі деген қатты кеткен, мен өзім ойладым, осы мышление бедности ғой. Олар ойлайды да, коучтар мен жаңағы тренерлер миллиардтап ақша тауып жатыр. Бір сағат сөйлеп миллиардтап ақша тауып жатыр. Соларды жек көретін адамдар маған лайк басып, мен өзім солай деп, енді Аллаң өзі кешірсін, егер мен қате кетіп жатсам. Бірақ алдыңғы 1-2 постын қарап, тоже ұнамады да. Неге ол хайп дейді ғой, хайп қылып өзінше жаңағыдай елдің бәрі қазір әншілердің ақшасы көп деп соларға тиісіп, бағдарламаға үймелеп деп шыбындар боғыз деп ана жерде мынау деп қарамаңдар ештеңені. Жаңағыдай Ахметбек Нұрсиланы нетіп жатыр да қазір. Мысалы, енді ол кісі де өзі что-то спровоцировать етіп жатыр. Ол кісіні жақсы жаман деп айта алмаймын, бірақ ол кісіні тыңдай алмаймын. Содан кейін әншілерді нетіп жатыр, обсирать етіп, барлығы қатты нетіп жатыр. Енді кішкене тәртіпсіздік жасап жатыр, өздері білсін. Бірақ жаңадай пост оқып қалсаңыздар, жүрегіңізді тыңдаңыз. Жүректе өзі айтады Аллах тағала. Еріп кетпеңіздер. Гүж деп, мына жаққа гүж деп, шығындар деп жүреді ғой, вообще жүрмеңіздер. Өздеріңіз, ешкімде шаруаң жоқ. Өзіңнің ара бол да, өзіңнің гүліңді біл, сол гүліңнен біліміңді ал, ана гүлден жаңағы берекетіңді ал, ана гүлден несібеңді ал да, үйіңе нетіп, таратып, үйіңнен үйдегі адамнан берекең асып жатса, ағайын тумаға таратып, одан асып жатса, айналаға таратып, барынша жаңағы іштей көңіліңмен садақа жасайсың ба, жаңағы ақылыңмен садақа жасайсың ба, барып үйді жуып бересің, тазалап бересің ба. Жаңағы Амина қажы деген бар ғой, менің мамам дейді да, бар ана көршіде үлкен кісі болды дейді, бар ана кісінің несін жуып кел, жаңағы үйін жуып кел, бар ана кісінің астын жуып кел деп жіберетін көрінеді.
ана салат шүберектерін, сол кісінің шүберектерін жуатын едім дейді да. Қолым жаман болып кеткен жоқ дейді. Шүкір байлыққа малынып жатыр. Жаңа кісі, который Әмина қажы 15 па бала асыраған ғой, өзінің жаңағы несі бар, жетімдерді асыраған апа қажы. Сол кісі сөйтіп айтып тұр, көрдіңіз бе? Сондықтан жаңағы андай пост көріп қалсаңыздар, біреуді жамандаған пост көрсеңіздер, дальше оқымаңдар, керек емес. Негатив бізге керек емес. Так, енді жаңағы тағы да айтып жіберейін, сәждеге маңдай тигізгенде сіздерге как молиться деген әңгіме керек болып тұр ғой, сонда жан қиналғанда Аллаға не айтамын деп, Аллаға бәрін айтыңдар. Отырда мысалға сен кімге айтарыңды білмей қаласың. Біреуге айтсаң күледі, біреуге айтсаң түсінеді. Түсінгенмен саған ештеңе ақылды тұшытып айта алмайды. Біреуге айтсаң қосылып жылайды, біреуге айтуға болмайды, ауыр тиеді. Сөйткенде Аллаға айтасың. Айту өз алдына ма жазыңдар. Мен қазір Аллаға жазған немді тауып алайын мына жерде. Аллах тағала жазып. Жаным қиналғанда қазір баламды тербетіп, қазір қызым деген едіден кетті ғой. Сол қызымды тербетіп отырып жазған немді көрсетейін. Тербетіп отырып жаздым. Сонда Аллаға жазасың. Бәрін керек Аллаға жазда жіберіп болды қой. Даже бұны мен неткен жоқпын. Қисық көрінді. Мен баланы тербетіп отырып Аллах тағала жазды. Е жаратқан ием, Алла тағала, я Джаббар, я Қай, я Қайюм, я Ғани, біліп білмей амалсыздан жасаған қателіктерімді кешіре көр. Әкемнің ата-бабаларының күнә қателіктерін, анамның ата-бабаларының, азаматтың, мен күйеуім ғой, азаматтың ата-бабаларының, енемнің ата-бабаларының біліп білмей амалсыздан жасаған күнә қателіктерін кешіре көр. Ата-бабаларымыздың жаны жәннатта болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жазғанмында қиналып кеткен ғой, ықыласты жазып отырмын ғой. Ауыз биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху-саммад, лам ялид, валам якул куфуан ахад. Әмин деп 3 рет салып қойыппын. Мені байқамай, әдейі ренжіткен жандарды Алланың разылығы үшін, балапандарының болашағы үшін, өзімнің отбасым мен кәсібімнің абыройы үшін кешірдім. Өзім әдейі байқамай ренжіткенім үшін Алла тағала кешіре көр. Шаршағаннан, ашуға берілгеннен, бір өзің берген жанымды ластап негатив қабылдағаным үшін кешіре көр. Жаман қылықты адамдардан аулақ ете көр. Жаман ниетті адамдардың энергиясын сақта. Пана бола көр. Мен жақсылыққа, қуанышқа лайықтымын. Мен Алланың сүйікті құлымын. Алла бәрін реттеп, сақтап, көмектесіп тұрады. Аллаға шүкір, иншаллах деп 3 жүрек салып қойыппын. Тағы оқып берейін бе? Осылай жазасың. Сонда жүрек кеңейді, ашылайды. Е жаратқан ием, Алла тағала, я Жаббар, я Қай, я Қайюм, я Ғани. Алланың любой есімін айта бересің ғой. Жүрегіме келген ғой сол уақытта. Біліп білмей амалсыздан жасаған қателіктерімді кешіре көр. Әкемнің ата-бабаларының күнә қателіктерін, анамның ата-бабаларының, азаматтың ата-бабаларының, енемнің ата-бабаларының біліп білмей амалсыздан жасаған күнә қателіктерін кешіре көр. Ата-бабаларымыздың жаны жәннатта болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ауыз биллахи минаш-шайтанир-ражим. Құл-хуаллаху ахад, Аллаху-ас-самад, лам ялид, валам юлад, валам якул лаху куфуан ахад. Әмин деп жаздым. Мені байқамай, әдейі ренжіткен жандарды Алланың разылығы үшін, балапандарымның болашағы үшін, өзімнің отбасым мен кәсібім, абыройым үшін кешірдім. Өзім әдейі байқамай ренжіткенім үшін Аллах тағала кешіре көр. Шаршағаннан, ашуға берілгеннен, бір өзің берген жанымды ластап, негатив қабылдағаным үшін кешіре көр. Жаман қылықты адамдардан аулақ ете көр. Жаман ниетті адамдардың энергиясынан сақта, пана бола көр. Мен жақсылыққа, қуанышқа лайықтымын. Мен Алланың сүйікті құлымын. Алла бәрін реттеп, сақтап, көмектесіп тұрады. Өзім айтып жатырмын миыма. Аллаға шүкір, иншаллах деп кеттім. Осылай айтып сәждеге барсам бола ма? Сен былай қылшы, миллионерша, былай қылшы. Сақтайын бұйырса. Мынаны сен примерно түсіндің ғой.
сен мынаны айта берген кезде өзі төгіледі, көкірегің айтады, тағы да айтады, соны айта бер. Еще айтады. Хорошо? Көкірегің береді, тағы да айтады. Енді қыздар, мен бір марафон жүргізгім келіп отыр. Әумин қыздар, сол Аллах тағала кешірсінші, тек біз көп күнәлар жасаймыз ғой, білмейміз ғой. Алла кешіре көрсін. Жанымызды ластаудың өзі, біреуге ренжіп өзіміздің жанымызды кірлетудің өзі күнә. Біз Аллах тағала жанды берді ғой, Аллаға құлшылық етсек тазарады. Бір марафон ойлап отырмын, иә қыздар. Бұл мен түсінгенім, бір нәрсені жазсақ та, айтсақ та, бүйт сөйт дегенмен де қолданбайды екен адамдар. Қолдану үшін былай қылғым келіп отыр. Өйстіп план да. Мен адамдарды жинаймын, иә. Я бірге болсын жаным, бәрі шығады, ішінен дальше шығады. Сосын ана, лучше сәждеге бармай тұрғанда отыр да жаз сен. Ана көзінен жас төгілуі мүмкін, көкірегің ашылуы мүмкін. Сен жаз, өзіңнің, сенің вариантың шығады. Адамның жаны сөйлейді, өзі Аллах сөйлейді. Сонда шығады, хорошо? Енді марафон жүргізгім келіп отыр. Мен марафонда былай қылғым келеді. Қаншама мен әдейі, мен бұрын марафонға уақытым болмайды, карантиннің уақытында қатыстым. Айнұр Тұрсынбаеванікіне қатыстым, Құралай ханымға қатысуға никак реті келмей жатыр. Мен тағы да жазылып қойдым. Кімдікіне нәтиженің несі жазылады, нәтиженің директоры айтайын жатыр дегесін, соған жазылып қойдым. Мен түсінгенім, иә, әумин, бірге болсын қыздар. Менің түсінгенім, адамдарға қанша бүйт сөйт деп айтқанмен де орындамайды, қалып қояды екен. Сондықтан мен марафон қылғым келіп отыр. Оны былай қыламыз, 15 күндік қыламыз. Мен онда радиология өткізем, мақсат қойып өткізем, сосын жарты сағаттық медитация істейміз. Тексттерін жазамыз сіздерге, мен әлі өзім жинақтап отырмын. Ертең бара-бара ана полный обкаткадан өткеннен кейін аудио болып жазып тегін таратамын. Утренний настрой деген, иә. Сол бұйырса, жаңа мен намаз оқыватқанда Алладан сұрадым, ары қарай не істейін деп. Мен бұл эфирде, мына Инстаграм әлемінде қалай пайда болдым? Себебі менде қараймын, анадай психологтар пайда болған, 15-45 мыңға сатып жатыр да білімді. Темасын қарасам, қатты күлкім келді да, 2,5-3 мың теңгеге айта қоятын нәрсені неге бұлар осыншама сатып жатыр деп ойладым да. Қазір қалай? 3 мыңға сатып жатыр ма бәрі? Классында жағдай реттелді. Аллах тағала барлығын реттеді, карантинге отырғызып қойды, түсіндірді. Баяғыда мен, помните, бір жыл бұрын 2500 теңгеге өткізгенде бәрі маған ұрсындар ғой. Жеттік қой сол жағдайға. Жеттік. Міне, шүкір. Жаңағыдай, я была права деп құтырып жатқан жоқпын. Мен қуанып отырмын да солай болғанына. Енді марафонды қанша қалатынын білмеймін. Обсуждение болады, или сіздер өздеріңіз предлагайте, 15 күн болады, иә, марафон 15 күн. 20 күн, да, 20 күн қылайық, 21 күн қылайық. 21 күн марафон жасайық. Сонда мен радиологияны сабағын берем. Мақсат қою, арман жазу, сценарий жизни жазуды берем. Сосын нені берем. Күнде таңертең жаңа қалай Алла сәждеге не істейін деп айттым ғой мен. Сол сияқты кәдімгі таңертең тұрып шүкіршілігімізді, ризалығымызды, өзіміздің жеткен жетістігімізді, болашақтағы идеальный денді күнде елестетіп сондай нетеміз, иә. Сондай марафон предлагаю вам, бірақ бағасын сендер айтыңдар, мен білесіңдер, сендерден сұрайтын. Баға мұсылманша болу керек, иә, қыздар. 21 күндік марафонның бағасы қанша болу керек? Мұсылманша болу керек, иә, қыздар. 10 мыңнан аспасын. 5 мың, 10 мыңның арасы болсын, иә? Хорошо? 21 күн болады, 21 күн. 10 мыңнан аспасын, 5 мыңнан түспесін, хорошо? Солай қалайық. Сондай қылып жүргізейік, Алла бұйырса. Соның арасында жаңа дене шынықтыруды айтамын. Мысалға, былай жасай аласың ба? Жасап көріңдерші. Жасай аласыңдар ма былай? Осыны жасау білу керек. Түсіндіңдер ме? Жасап көріңдер. Жасай алмасаңдар, онда жасау керек. Соған жету керек. Мә, уақыт бітейін жатыр, қыздар. Пока. Сақтап үлгермей қалармын. Алла бұйырса, комментарийге жазыңдар, марафон қанша болу керек, атын қалай қояйық, жазыңдар, иә, қыздар. Пока.